Mostbet 2021 мен 2022 жылдың Қазақстан бойынша ең үздік онлайн букмекері. Mostbet дәл қазір өзіне жаңа адамдарына 100% бонус сыйлауда. Яғни шотыңызды 2000 теңгеге толтырсаңыз, сіздің шотыңызға 4000 теңге болып түседі. Максималды бонус 70 000 теңгеге дейін барады. Футбол ойыны бойынша Арсенал мен Манчестер Сити ойындары басталды. Дәл қазір осы сайтқа кіріп ставка тіксеңіздер болады. Ал біздің бонусы бар сілтеме комментарийда тұратын болады. Сәттілік. Бәріңе сәлем достар. Бүгін біз Голод атты фильмге шолу жасайтын боламыз. Бір-бірімен таныс емес, 5 адам қорқынышты зынданда оянады. Көп ұзамай олар қорқынышты эксперименттердің құрбаны болғанын түсінеді. Басты кейіпкер Джордан қараңғы бөлмеде есін жияды. Ол стенаның артынан қыздың көмек сұрап айқайлағанын естиді. Джордан бейтаныс адамға көмектескісі келді және оның дауысына назар аударып отырып, оған жету үшін үнемі бірдеңе айтуын сұрайды. Қараңғыда ол Грант есімді ер адамды кездестіреді. Джордан енді ғана оянғанын және көмекке шақырған бейтаныс қызға жетуге көмектесуін сұрайды. Бірте-бірте ол қызға жетеді. Қыздың есімі Анна. Ол мұнда қалай келгенін білмейді. Олар жатқан адамның денесін сезінеді. Кейін пульсін тексеріп, оның тірі екенін байқайды. Грант шығу жолын табуға тырысып, бөлмені аралай бастайды. Қыздар ер адамнан оларды ұрлады деп күдіктейді. Бірақ жігіттер өздері сияқты құрбан болғанына сендіруге тырысады. Көп ұзамай екі жігіт Люк пен Алекс естерін жиып оянады. Топ олардың қайда екендерін түсінуге тырысады. Грант барлығына шығу жолын табу үшін қабырғаларды аралап, тексеруді ұсынады. Бұл уақытта оларды маньяк бейнекамералар арқылы бақылайды. Ол өзінің экспериментінің барлық нәрсесін жазып отырады. Бірнеше күн өткен соң маньяк бөлмедегі шамды қосады. Топ құдықтың түбінде екенін біледі. Дәлізден өтіп, олар құлыпталған есікке сүрінеді. Бақылаушы есікті ашады және адамдар үлкен су бөшкелері бар бөлмеге кіреді. Жақын жерде олар дәретхана қағазы мен шұңқырды байқайды. Люк ашулана бастап бөлмедегі шамды сындырып алады. Люк пен Грант арасында жанжал туындайды. Люк су бөшкелерінің біріне түкіргісі келеді, бірақ Грант одан тоқтауды сұрайды. Өйткені олардың мұнда қанша уақыт болатыны белгісіз. 3 күн өтеді. Грант кірпіштердің орналасқан жерін анықтап, темір кружкасының көмегімен сыртқа шығуға тырысады. Джордан олардың барлығы бұл жерде бекер емес деп санайды және жеке өмірінен әртүрлі сұрақтар қою арқылы бір-бірімен жақсы танысуды ұсынады. Люк сұрақтарға жауап беруден бас тартады. Ол маньяк мұның бәрін жай ғана көңіл көтеру үшін жасаған, жынды псих екеніне сенімді. Анна өзін ұрып соққан бұрынғы жігітпен қарым-қатынасы туралы айтады. Қыз оны байқаусызда өлтіріп қойған. Грант қастерлі ісікке шалдыққан әйелін өлтіргені үшін түрмеде қалай отырғанын еске алады. Әйелі одан азаптан құтқаруды өтінді және Грант оның тілегін орындады. Люк дүкенді тонау кезінде кездейсоқ кісі өлтіргенін мойындайды. Бұл кезде топ оларды кісі өлтірген адамдарды біріктірді деп тұжырымдайды. Алекс болса ештеңе істемегенін айтады. Ол бақылаушыны қателесіп барлығымен бірге құдыққа отырғызды деп айқайлайды. Маньяк өз құрбандарын бақылап жатқанда, бала кезіндегі анасы қайтыс болып апатқа ұшыраған естеліктерін еске алады. 4-ші күн келді. Тұтқындар адам 32 күнге дейін тамақсыз өмір сүре алады деп жазылған скальпельді табады. Джордан топқа скальпельдің адам терісін кесуге арналғанын түсіндіреді. Грант өткір затты алып тастауды шешеді, бірақ Люк қарсы. Ол құралды өзіне алғысы келеді. Ерлер арасында шайқас басталады. Бұл уақытта топ сырттан келген музыканы естиді. Олар айқайлап көмекке шақыра бастайды. Олар қаладан оңаша келген қашықтардың назарын аударады. Жігіт пен қыз адамдарға көмектесуді шешеді. Бірақ маньяк шақырылмаған қонақтарды уақытында байқап, оларға оқ атып, оларды ұйықтатады. Жұп өз көлігінде байланған күйі оянады. Маньяк көлікті көлге итеріп, ғашықтардан құтылады. 5-ші күні Анна Джорданмен сөйлескен кезде адамдардың аштықтан қалай өлетіні туралы сұрай бастайды. Джордан 3 кезең бар екенін айтады. Бірінші кезеңде ағзалардағы май кетіп, адам салмағын жоғалтып, дене температурасы төмендейді. Екінші кезең бірнеше аптаға созылуы мүмкін. Бұл уақытта дене бұлшық еттері де кете бастайды және әлсіздік пен бас айналуы туындайды. 3-ші кезеңде дененің барлық функциялары жоғалады. Органдар өле бастайды, ал дене пішіні өзін ішінен жей бастайды. Маньяк құрбандарын бақылап, ол өзінің балалық шағын қайта еске алады. Апаттан кейін құтқарушылар оны тапқанша, ол бірнеше апта бойы көлікте болды. Оқиға кезінде баланың анасы қайтыс болды, ал бала аштықтан аман қалу үшін оның денесін жеген болатын. Қамаудың 17-ші күнінде Грант қабырдағы кірпішті алып тастай алады. Бүкіл топ қазір бостандыққа шығады деп үміттеніп, ынта-жігерге толы болды. Алайда, олар тағы да бір тесікті көріп, басқа адамдардың қалдықтары орналасқан тағы бір кішкентай бөлмені байқайды. Олар бұл құдықтағы бірінші адамдар емес екенін түсінеді.
20 күні келді. Алекс екі жәндікті тауып, оларға есімдер беріп, олармен күні бойы ойнайды. Қарны ашқан Люк жәндіктердің біреуін ұстап жейді. Ер адам екінші қоңызды жегісі келді, бірақ Алекс оны бермей өзі жейді. Люк тағы бір рет құдықтан шығуға тырысқанда саусақтарын қанға дейін жаралайды. Анна оған маңызды нәрсені айтқысы келетінін айтып, оған жақындайды. Сол түні Люк оянып, Гранттан скальпелінді ұрлайды және шамды бұрып бәрін қараңғыда қалдырады. Джордан оянып, бөлмеде жарық жоқ екенін және Люкті де жанынан таппайды. Ол Грантты оятуға тырысқанда оған Люк шабуыл жасайды. Жігіт әйелді бір жағына лақтырып, Грантқа таспен шабуылдайды. Ол ер адамды өлтіргісі келді, бірақ соңғы сәтте Алекс Люкті басынан ұрып талдырады. Джордан құлаған скальпелді ұстап алып, Люкті өлтіргісі келді. Анна болып жатқанның бәрін бақылап, әйелге ісін аяқтауға көндіреді. Қыз тым аш болып, жеуге болатын мәйіттің пайда болғанын қалайды. Бірақ Грант Джорданды тоқтатады. Жекпе-жектен кейін Люк ешкімге шабуыл жасамауы үшін байланады. Люк Джорданға олар тағы бірнеше күнге тірі болулары үшін біреуін өлтіру жеткілікті дейді. Ол жүрек проблемалары бар Грантты нұсқайды. Бірақ Джордан қарсы. Әйел оны скальпелмен қорқытып, оның үндемеуін талап етеді. 20 күні Грант өзін нашар сезінеді. Люк мұның бәрін көріп, ол ер адамды өлтіріп, оны жеуге кеңес береді. Әйел мұндай қадамға бара алмайды. Ол ер адамның жанында отыруды және оны жігерлендіруді жалғастыруда. Келесі күні Джордан оянғанда, кенеттен Алекс шабуыл жасайды. Біраз уақыттан кейін ол есін жиып, Алекс пен Аннаның Грантаны өлтіргенін байқайды. Әйел әлсіз және тек ер адамның денесін жеп жатқанын бақылай алады. 25 күн өтеді. Джордан байланған, ал Люк керісінше босатылған. Ол қыздың қасына отырып, олардың рөлдері ауысқанын мазақ етіп және Гранттың еті дәмді екенін еске салады. Маньяк болып жатқан жайттарды мұқият бақылап, дәптеріне керектерді жазып отырады. Тағы 2 күн өтеді. Анна Джорданға бір кружка су береді және оған ер адамдар туралы ойламауды сұрайды. Өйткені кейінірек олар әйелді өлтіреді. Бірақ Анна шындықты ашады. Ол Грантқа шабуыл жасауын жоспарлап, басқа ер адамдарды итермелеген болатын. Анна бүкіл жағдайда қадағалайтын адам болып шықты. Сол күні Люкпен жыныстық қатынасқа түседі. Алекс не болып жатқанын бақылайды. Ер адам бұл көрініске өте риза емес. Келесі күні ол тәннің бір бөлігін ұстап, жан тақырыбында сөз қозғайды. Ол адам тірі кезде оның етімен тамақтану керек деген пікірге келеді. Анна мен Люк ер адамға қисық көзбен қарап, оның есінен адасқанын түсінеді. Люк одан кішкене шыдауын сұрайды. Өйткені жақында Джорданның кезегі келеді. Алайда Алексті бұл сөздер қанағаттандырмайды. Ол әйелдің еті жарамсыз, тым әлсіз деп санайды. Ол Аннаға ұзақ уақыт қарайды. Содан кейін оған шабуыл жасап қолын істейді. Люк оған көмектесуге тырысып, есінен адасқан Алексті өлтіреді. 29 күн келеді. Джордан арқанын босатылып алып, ол ұйықтап жатқан Люктен скальпелді ұрлап, су бочкалар бар бөлмеде құлыпталады. 30 күні Анна мен Люк сағаттың қасында тұрады. Олар соңғы бөлімді басып озатынын күтуде. Жұп 30 күн өткеннен кейін босатылады деп ойлайды. Бірақ олардың үміттері бекер болды. Келесі күні Анна Джорданнан Люктен бірге жасырыну үшін оны бөлмеге кіргізуді сұрайды. Ол оған көмектесуін өтінеді. Джордан есікті ашқысы келгенде, ер адамның қасында тұрған аяғын байқайды. Ол Аннаның өтірік айтқанын түсініп, оның өтініштерін тыңдамайды. 33 күні Люк адамның етін жеп жатқанда, Анна қабырғаға жақын тұрып оны бақылайды. Бұл көзқарас Люкті ашуландырып, ол қызға шабуылдап оны тұншықтырады. Люк Аннаны өлтірген соң, Джордан қасында пайда болып, оның мойнын кесіп тастайды. Әйел соңғы тірі қалған адам болды. Джордан маньякқа адамдардың етін жегеннен гөрі өлгенім артық дейді. Ол шамды сындырып, содан кейін ол бөшкенің темір қақпағын алып, қанмен бір нәрсе жазады. Алайда Джордан бақылаушыға жазбасын көрсетпейді. Ол қақпақты қабырғаға еңкейтіп, өзі жақын жерге отырады. Маньяктың қызығушылығы артып, әйел не жазғанын білгісі келеді. Ол балалық шағында анасының терісін кесіп жей бастағанын еске түсіреді. Ер адам Джорданды бақылап отырады, бірақ қыз 3 күн бойы қозғалыссыз отырады. Осы уақыт ішінде ер адам әйелдің қақпаққа не жазғанын көргісі келеді. Ол шыдай алмай, құдыққа түсіп, қақпақты төңкеріп, әйтеуір қыздың жазбасын оқиды. До встречи, солнышко. Сол сәтте Джордан маньяктың ішіне адам сүйегін тығып, ер адам қиналып қайтыс болады. Қыз соңғы күштерден түстіге көтеріліп, бостандыққа шығады. Фильмнің соңы. Бүгінге осы достар, арнаға тіркеліп қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған киношыл арнасы келесіде кездескенше.